Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді өте дәмді өз қолымызбен, яғни үй жағдайында биос десем болады, немесе кәдімгі айранды өзіміз ұйытамыз қолымызбен. Ол үшін мен 3,5 литр қолдың сүтін алдым. Және сүтімізді жылытып аламыз, қатты ысытпаймыз. Және жарты стаканнан азырақ кәдімгі дүкеннің биосын құямыз сол жылы сүтке. Жақсылап араластырып, неке осылай араластырып жібереміз. Бетін жауып, түнге қалдырып қоямыз. Яғни таңға дейін тұру керек болады. Барынша кешке қарай жасасаңыздар болады, түнге қалу үшін. Мінеки дайын болды, бір түн өтті. Осындай өте қою, осындай керемет айранымыз дайын болды. Сондай жақсы ұйыған, сарысу мүлдем болмайды десем де болады. Мына жерде бетінде ғана бір жарым ас қасықтай шығады, бірақ ештен кетпейді. Осылай жақсылап араластырып, біркелкі массаға енгенше араластырып жібереміз. Сол кезде сондай керемет айран болады. Балаларыма қатты ұнайды осылай биоспен айран ұйтқан. 1 литр биосты сонша теңгеге сатып алғанша, одан да өзіңіз қалаған литр сүтіңізге кішкене ғана биосты құйып, осылай ұйтып балаларыңызға берсеңіз, сондай дәмді әрі үй жағдайында ешқандай артық қоспасыз, қалауыңша қант қосып берсеңіз болады. Сондай керемет айран. Рецепт ұнаса, міндетті түрде осылай ұйтып көріңіздер. Ал сіз айранды немен ұйтасыз, міндетті түрде пікірге жазып өтіңіздер, қыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар.